أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على حبيبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد والمن باغي بلاغات والمحضن فاضل وسعادات والغندالي بكل سار فساخات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة جماعات Аллах Тағала келген қадамдарыңызды сауаптан, нұрдан жассын. Бүгін, иншалла, 5-ші сабағымыз Құран тарихынан. Алдыңғы сабақтарда жалпы Құран кәрімнің Құран сөзі қандай мағына береді, Құран кәрімнің қандай атаулары бар. Кейін енді осы Құран кәрім пайғамбарымызға уахи арқылы түсірілген. Бәріңіз білесіздер, 4 үлкен періште бар. Періштелердің пайғамбарлары. Бірінші Жаберил періште, Микаил періште, Әзірейіл, Исрафил періште. Періштелердің ең бірінші пайғамбар періште, ол Жаберил періште, ол кісінің де қызметі Аллах Тағала мен пайғамбар арасындағы дәнекер. Аллах Тағала оның міндеті пайғамбарымызға осы Құранды Аллах Тағала Жаберил періште арқылы уахимен білдірген. Кейін біз уахи тақырыбын өттік, пайғамбарымызға Құран кәрім қалай түсірілді. Жалпы барлық пайғамбарларға қалай түсірілді, кейін пайғамбарымызға қалай түсірілді. Алдыңғы сабақта біз осыны айтқан едік. Жалпы Құран кәрім пайғамбарымызға 6 түрде түсірілген. Біріншісі пайғамбарымыздың түсінде Аллах Тағаланың уахи ету арқылы. Екіншісі пайғамбарымыздың уахиді тікелей Аллах Тағаладан алу арқылы. Мысалы, Құран кәрімде 6632 аят болса, пайғамбарымыз осы 6632 аяттың 6630-ын Жаберил періштенің дәнекерлігімен алған. Яғни осы 6630 аятта Жаберил періште түсірген пайғамбарымызға, ал пайғамбарымыз осы 2 аятты тікелей Аллах Тағаладан, Миғражда тікелей Аллах Тағаладан алған. Бұл екіншісі осы пайғамбарымыздың уахиді тікелей Аллах Тағаладан алуы. Үшіншісі пайғамбарымыздың Жаберил періштенің өзінің негізгі кейпінде келіп уахи беруі. Бұл 2 рет орын алады. Біріншісі ең алғаш Хира үңгірінде уахиді берген кезде, ең алғаш Иқра сүресін оқыған кезде, екіншіде Миғраж түнінде пайғамбарымыз Жаберил періштенің негізгі түрін көріп, солай уахи алады. Төртіншісі Жаберил періштенің адам кейпіндегі уахиді беруі. Бесіншісі Жаберил періштенің көрінбей келіп, пайғамбарымыздың құлағына сыбырлап уахиді айтып кетуі. Алтыншысы да пайғамбарымыздың уахиді сыңғырлаған дыбыс немесе ызыңдаған дыбыс кейпінде уахиді алуы. Енді пайғамбарымызға ең қиын болған, ең ауыр болғанда осы уахидің 6-шы түрі екен. Жалпы енді пайғамбарымыз осы уахидің 6-шы түрінде қатты қиналатын болған, үстін қара тер басып, қатты қиналған. Тіпті осы пайғамбарымыздың осылай қатты қиналғанын көрген меккелік мүшриктер, енді ол кезде пайғамбарымызға кейде мысалы Қабаның қасына отырған кезде уахи түсетін болған. Көбіне жаңағы осы неде азап аяттары, кейін жаңағы кәпірлердің, мүшриктердің жазалары ақиретте болатын. Сондай азап аяттардың көбі осы 6-шы түрімен, яғни ызыңдаған дауыс немесе сыңғырлаған дауыс түрімен келетін болған. Пайғамбарымыз уахи осы түрде түскен кезде қатты қиналатын болған. Оны көрген кәпірлер пайғамбарымызды сыртынан қарап, мынау жынданған, мынау ауру, мынау сиқыршы деген сияқты, бақсы балгер деген сияқты ойда болатын болған. Енді біз осы сабағымызда алдында уахилардың түрлерін өттік. Енді қазіргі кезде көптеген дін дұшпандары жалпы осы уахиға қатысты неше түрлі құйтырқы сұрақтар қояды. Не үшін? Біздің ақидамызға, сенімімізге күмән ұялату үшін. Иншалла қазіргі сабағымызда осы ең көп уахи тақырыбына келетін ең көп сұрақтарды иншалла бірге талқылайтын боламыз. Қазір азан оқып, азаннан кейін бір 15 минут жалғастырамыз. Стопқа қоя саласыз ба енді видеоны? Телефоннан. Стопқа баса салыңыз,
алып отыр ғой, құрметті жамағат, енді бүгінгі тақырыбымыз кешегі дәрісімізде уахидың түрлерін айттық, түсіндірдік. Пайғамбарымызға уахи қалай келген? Енді бүгінгі сабағымызда дін дұшпандарының осы уахи тақырыбында қатысты қоятын көтеріңкі сұрақтар бар. Осы ең көп қойылатын сұрақтарды талқылайтын боламыз. Біріншісі, жалпы білеміз, біздің кітабымыз Құран кәрім. Енді Құран кәрім пайғамбарымызға осы уахи арқылы түсірілген, Жәбірел періштенің дәнекерлігімен. Сол үшін дін дұшпандары біздің осы уахиге байланысты неше түрлі көтеріңкі сұрақтар қойып, біздің сенімімізге күмән ұялатқысы келеді. Егер біз уахи жайында сеніміміз дұрыс болмаса, онда Құран кәрімге де ол әсер етеді. Сол үшін қазір ең бірінші сұрақ, жалпы дін дұшпандарының көбі осы уахи пайғамбарымыздың өз ойынан шығарған нәрсесі дейді. Немесе кейбір нелерді айтады, пайғамбарлықты қатты қалаған, сол үшін ол осылай ойынан нәрселер айтып, халықты өзіне тартқан дейді. Бұл ешқандай да қисынсыз, өйткені Құранда аят бар. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو إِلَيْكَ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ صدق العظيم. Құранда айтады: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. Аллах тағала пайғамбарымыз айтады: сен дейді өзіңе кітап уахи етіледі деп ойламадың дейді. Яғни сен өзіңе бір кітап түседі деп ойламадың, сен пайғамбар боламын деп ойламадың. Біз саған бұны Аллахтан рахмет ретінде бердік. Олай болса кәпірлерге әсте сүйеу болма дейді. Енді білесіздер, Құранда пайғамбарымыз ең алғаш уахи келген кезде ол кісі де қорқып қалады. Хира тауында ең алғаш Иқра сүресі оқыған кезде пайғамбарымыз қорқып, Хадиша анамыздың қасына жүгіріп келеді. Келгеннен кейін болған уақиғаларды айтады: ей Хадиша, маған осында бір періште келді, осылай маған айтты, мен қорқып жатырмын, маған жын шайтандар жабысты ма деп. Сол кезде Хадиша анамыз пайғамбарымыз тіпті тағы да қазір менің артымнан еріп келді, қазір біздің үйде көріп тұрмын дейді сол періштені. Сол кезде Хадиша анамыз өзінің басында орамалын шешеді. Сол кезде айтады пайғамбарымызға: енді көріп тұрсың ба дейді. Сол кезде жоқ, енді кетіп қалды дейді. Сол кезде Хадиша анамыз: олай болса, бұл шынайы періште. Егер жын шайтан болса, менің шашымды көрген кезде қашпайтын еді. Бірақ періштелер адамның әурет жері ашылған жерде, немесе жаңағы әйелдердің әурет жерлері, шаштары ашылған жерде періштелер қашады. Демек, сенің көзінен ол қашып кетті, ол шынайы періште. Мен де куәлік етемін, сен шынымен де Аллах тағаланың пайғамбарысың деп ең алғаш пайғамбарымызға өте үлкен осылай қолдау көрсеткен Хадиша анамыз. Өзінің сөзімен болсын, ісімен болсын, жанымен, малымен пайғамбарымыз өте үлкен қолдау болған. Осы уақиғадан ақ, осы аяттан ақ пайғамбарымыздың өзінің атақ мансапты, осы пайғамбарлықты қаламағанын білеміз. Жалпы кез келген адам, қалаған адам пайғамбар бола алмайды. Екінің бірі егізінің сыңары пайғамбар бола алмайды. Бұл пайғамбарлықты Аллах тағала өзі таңдап алады. Білесіздер, жалпы Аллах тағала адам баласын жаратпастан бұрын бірінші пайғамбарларын таңдап алған екен. Пайғамбарларын таңдап алды. Адам пайғамбар, кейін оның баласы жаңағы Шит пайғамбар, Ибраһим пайғамбар деген сияқты біздің пайғамбарымызды таңдап алған. Кейін осы пайғамбарлардың рухтарын айтады: сен енді өздеріңнің үмметтерінен келетін әулиелерді, ғалымдарды таңдаңдар дейді. Сөйтіп Аллах тағала пайғамбарларда өзінің үмметтерінен келетін әулиелерді, ғалымдарды таңдаған екен. Жалпы білесіздер, пайғамбарымызды жалпы осылай пайғамбарымыз өзі қаламаған. Ол пайғамбарлықты Аллах тағала қалайды. Аллах тағала таңдаулы құлдарына пайғамбарлықты нәсіп етеді. Кейін екінші сұрақ, бұл тағы да бір пайғамбарымыздың бұл Құранды ойынан шығармағандығына тағы бір дәлел. Яһудилерге пайғамбарымыз сұрақ сұрайды. Жаңағы рух жайлы, Зулқарнайн пайғамбар жайлы, және де Асхабы Кахф жайлы. Сол кезде пайғамбарымыз: ертең келіңдер, мен сендерге ертең маған уахи келеді, мен сол уахимен Аллах тағала маған білдіреді, мен сол кезде Аллах тағала маған білдірген айтамын дейді. Сол кезде аят түседі: сен дейді пайғамбарымыз Аллах тағала: мен ертең осыны жасаймын деп айтпа дейді. Сен не деп қалай айт дейді? Мен иншалла Аллах тағала қаласа осылай істеймін деп айт дейді. Пайғамбарымыз жауап бергенде иншалла деген сөз айтпағанда, өзіне сенімді болып, мен ертең Аллах тағала маған уахи береді, мен сол уахида білдірілген айтамын дейді. Бірақ осылай уахи 2 апта кесіліп қалады. Егер пайғамбарымыз осылай 2 апта уахиды күтеді, 2 аптадан кейін Құран кәрімде Зулқарнайн пайғамбар жайлы, кейін Асхабы Кахф жайлы мәліметтер береді пайғамбарымызға, жаңағы яһудилерге осы жауапты береді. Егер пайғамбарымыз шынымен де Құран кәрімді өз ойынан айтатын болса, онда оларға 2 апта күтпейтін еді. Сразу сол орында на месте жауап бере салатын еді. Бұл да пайғамбарымыздың Құранды өзінің несінен шығармағандығына дәлел. Және де
білесіздер, пайғамбарымыз үмми болған, оқу жазуды білмеген. Құранда аят бар: «Уәмә кунта тәтсулу мин қаблихи мин китаб». Сен пайғамбарлықтан бұрын ешқандай кітап оқымаған едің, ешқандай біреуден дәріс алмаған едің. «Уәлә тахуддуху бияминика», және де ешқандай да жазусызды білмейтін едің. Егер сен оқу жазуды білгенде, басқа біреуден дәріс алып кітап оқуда, оқу жазуды біледіңде, кімдер, меккелік мүшриктер сенен күмәнданатын еді. Бұл оқу бір жақтан оқып алған, немесе бір жақтан жазып алған, сол несін айтып жатыр деп. Бірақ пайғамбарымыз пайғамбарлыққа дейін ешқандай оқу жазуды білмеген. Осының да өзі пайғамбарымыздың осы Құран кәрімнің Аллах тағаладан түсірілгендігіне өте үлкен бір дәлел. Және де Құран кәрім мұғжиза. Жалпы пайғамбарларда мұғжиза деген нәрсе болады. Бұл таңғажайып істер. Аллах тағала әрбір пайғамбарына мұғжиза береді. Мысалы Мұса пайғамбарға аса таяқ берген мұғжиза ретінде. Неге?